сататын ештеңкеміз қалады. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қазақ елі, қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгін 16 жасар Илья баламыздың үйіне келдік, Ленгір қаласына. Илья баламыздың мамасы бізге өтініш жасап, көмек сұрап шықты. Баласының екі почкасы жарамас екен, соған трансплантация почкаға сол жағынан қаражат жағынан көмек сұрап шықты. Қазақ елім, баланың жасы 16-да, қолдарында аппараттары подключенный екен. Фистула, да? Кебеқа. Гемодиализ алады. Мына аппарат қосылған, міне көріңіздер, ағайындар. Қанды циркуляция ететін екен. Гемодиализ алады. Гемодиализ алған екен. Мына жерде мына вибрация болып чувствуется етіп тұрды. Қолы. Сол бірауыз халыққа түсіндіріп, не қылып айтсаңыз. Құрметті халқым, сізден сұрайын деп едім, осы баламды аман алып қалу үшін. Отбасымда, семьямда 3 мүгедек бар. Күйеуім де гемодиализ алады. Қызым 2 жыл алдын трансплантация болып, соны аман алды. Енді балам 16 жасында 2 бүйрегі тоқтап, әбден қиналып кетті. Сататын ештеңкеміз қалады. Бармаған есікті тақылдатын есікті. Халықтан тек қана халықтан көмек. Уже білмеймін, қақа баруды, кімнен сұрауды, кімге жазу, уже әбден қиналдық. Әкесі екеуі диализге барып келеді. Әкесі бір таманға құлайды, балам бір таманға машинадан шығарамаймын, давлениесі көтереді, құсады. Тамақ жемейді. Соны бүйрегін ауыстыру керек. Қазақстанда донор жоқ бізге. Лист ожиданияда тұрып жатырмыз. Сол лист ожиданияда бізге очередь қашан келеді, оны бір Алла біледі. Общий қаражат қанша керек? Общий қаражат 45 миллион керек. Жинаған ақшамыз 12,5 миллион. 12,5 миллион. 5 ай болды. 33 миллион керек па? 5 ай болды. 12 миллион 300. 5 айдың ішінде ма? 5 айдың. Қазақ елім, сіздерден өтініп сұрағанымыз, Алла разылығы үшін осы Илья 16 жасар бізге көмектесіп жүргеніне. Сізді егер ақша жағынан, қаражат жағынан көмек бере алмасаңыз, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, репост басып жүрсеңіз, Алла разылығы үшін. Сіздің лайкыңыз, комментарияңыз осы видеоны бізге дальше продвигать етуге, рекомендацияға шығаруға көмектеседі. Таныс біліс группаларыңыз, ағайын бауырларың группалары болатын болса, 100 теңге, 200 теңгеден болатын болса да, осы Ильяның да бұл үшін сол жүрекші, Алла разылығы үшін. Сіздерден қатты өтініп сұраймын, қазақ елі. Осы 16 жасар баланың бүйрегін ауыстыру керек. Соған 45 миллион ақша керек. Өздері туристер келіп, бір-екі блогер балдар келіп, 12,5 миллион ақша жинаған. Енді бізге 33 миллион ақша жинау керек. Общий грубо айтқанда. Осы видеоны көрген азаматтар видеоны таратып, еще бізде ссылка бар, фондтың ссылкасы, қайырымдылық қорының ссылкасы бар, шотының, соны сұрап алып етіңіздер. Обязательно осы фондтың ссылкасын жібереміз, таратамыз артынан. Егер сіздерге видеоны көріп тұрып, сізге ссылка келмеген болса, менің номеріме жазыңыздар, WhatsApp-та мессенджер ссылканы тастап. 8-747-511-11-15. Барлығыңыздан өтініп сұранам, осы видеоны максималға репост етуді. Алла тағалам разы болсын, бәрімізді берген көмегімізді, садақамды Алла тағалам қабыл етсін. Рахмет. Қазақ елім, маған көмектесіп жіберіңізші. Менің 2 бүйрегім істемейді. Мен диализден шаршадым. Менде өмір сүргім келеді.